Бұл қара зере жайында енді пайғамбар алейхиссаламның хадисін көреміз. Бұл бүткіл адам баласында пайдалы деді. Бұның ішінде жаңа ораза ұстаған да бар, ораза ұстамаған да бар, кім бар, бәрі бар. Тек екі адамға бұл пайдасын бермейді деді. Біріншісі ажалы жеткен адам болса, төсек тартып, соңғы өмірінің соңғы сәтінде тұрған адамға қара зерені ішкізсе, оны алып қалмайды. Өйткені оның тұзданып бітіп жатыр. Болды нергенге тоқтайды қазір. Екіншісі қартайған кісілер. Bir адам жасы 70-ге толған болса, қара зерені ішкізе бер 50 жасқа дейін шегере алмайды оның жасы. Яғни жасырмайды организм. Осы екі адамға пайда бермейтіндігін хадисте келеді. Қалған баршасына пайда беретіндігін айтты. Осы пайда беретін сендерге деп жатыр да. Соны қазір дәрігерлер соны ғылым бәрін соны зерттеп ашық айтып жатыр. Бұл иммунитетке жұмыс жасайды 100% дейді. 90% 80% емес 100% дейді. 100% иммунитетті көтереді дейді қара зере. Сөйтіп иммунитетін көтеріп алғаннан кейін біреудің бауыры ауыра ма, бауырға қарап жұмыс істейді. Біреудің асқазанында проблема болса, иммунитет асқазанмен жұмыс жасап отыр енді. Біреудің бүйрегі ауырып жүрген болса, иммунитет бүйрегін емдеп жатыр деген секілді. Кімнің қай жерінде дерті бар, иммунитет барып, сонымен алысып, сол жердегі вирустармен жұмыс жасайды екен да.